Жартеке, мынау Ақмола облысының өңіріне келейік. Байтақ партиясының филиалының төрағасы болып келіп жатсыз. Жалпы Байтақ жалғыз экологияға ғана емес, осы сіз Ақмола облысына келгелі идеологияға да көп көңіл бөліп жатсыз. Оны сіздің жазғандарыңыздан оқып жатырмыз. Ақмола облысында идеология мәселесі қалай жүріп жатыр? Кеше осыны әкімнің есеп беруінде айтылды идеология туралы. Енді біздің Байтақ партиясы бұл енді экологияны және президенттің таза Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыруға ниетті партиялардың бірі. Қазір жалпы өз әлемдік деңгейде саясат емес экология бірінші орынға шықты. Себебі сенің денсаулығың болмаса, сен таза ауада өмір сүрмесең, ішкен жеген тамағың дұрыс болмаса, сен саясатың түкке тұрмайды. Адамзат қазірдің өзінде миллиондап қырылып жатыр. Бізге мүмкін осы орталық Азияда ол апаттар келмегеннен кейін біз аса мән бермейтін шығармыз. Бірақ мына Еуропа елдерінде, болсын Африка елдерінде күніне мыңдаған адамдар түрлі аурудан сырқаудың осы климаттың өзгеру сияқты өліп жатыр. Біздің жаңа президенті бұл мәселені бірінші рет үлкен әлемдік деңгейде көтеріп қайта айтып келе жатыр. Экологиямен айналысайық, экологияны дұрыстайық. Себебі біз осы уақыттан бері өркениетке жеткен сайын, дамыған сайын, завод, фабрика салған сайын біз өзіміздің экологиямызды жоқ құртып жатырмыз. Жаңа жердің астан жер анамыздың арқасын тілгілеп ішіндегісін бәрін суырып алып, оның аққан қанымен жарасын жаппастан үстінен тағы да ары қарай қопарып іздеп жатырмыз. Бір күні ол да ашуланады, ол да бір күні түгел бәрімізді қырып тастай салады. Себебі табиғатпен келісу мүмкін емес. Біз табиғаттың қожайыны емеспіз, біз табиғаттың бір бөлшегіміз немесе соның баласымыз. Сондықтан да негізгі осы Байтақ партиясының осы табиғатты қорғаймыз, экологияны деген осы ұрандарын мен өзім көңіліме жақты. Сондықтан да саясатпен кім айналыспайды? Қазір бәрі бізде қаншама партия бар, көбінің айналысатын. Мысалы бізде шын айту керек, халықтың партиясы жоқ деудің қасында бар. Мысалы ауыл партиясы дейді, ауылдың жағдайын жасап жатырмыз дейді. Тәуелсіздік алғаннан бері 1400-ге жоқ ауыл жабылып қалды. Қайда сол ауыл партиясы? Бүгін өздерінің құрылғандарына 21 жылдарын тойлатып, бір-біріне орден медаль тапсырып жатыр. Ал ауылдар жабылып жатыр. Ода шаруасы жоқ. Ауылдың ертең сайлауға жақындағанда жүгіреді. Республика, жаңағы мынау Ақжол деген партиялар, бұлар кәсіпкерлердің партиясы, кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын партия. Аманат бұл биліктің партиясы. Қазір ол тек қана мысалы аманаттың өз басының істеп жатқан түгі де жоқ. Мемлекет не істейді, соны біз істедік дейді. Немесе енді солай есеп береді халыққа. Шын мәнінде халықтың қазір жүгіріп барып бір шынайы өзінің ішіндегісін айтатын, көмек сұрайтындай партия қалмады. Сондықтан да мен бұнда мысалы қазір Байтақта сол экология ғана саласының бір мақсат еткен партия болғандықтан болашақта бұлар енді идеологияға, ішкі саясатқа толыққанды араласа қоюға ниет жоқ. Дегенмен мен өзім енді мамандығым саясаттанушы болғаннан кейін мен бұл идеологияға араласуым керек. Себебі партияны Ақмола облысында орнына қою үшін, ол халықтың партиясы болу үшін біз идеологияның нақты ішінде жүруіміз керек. Өкінішке орай мен Ақмола облысында идеология саласы керемет жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Әрине бұл жерде кемшіліктер өте көп. Оны айтайын десең тыңдай қоятын құлағы жоқ. Яғни айта бастасаң болды, бір оппозиционер дейме, бір қара тізім дейме бірдеңеге тығып жібереді. Тыңдағылары келмейді. Шын мәнінде қазір Ақмола облысының тіл мәселесі өте қазір қиын жағдайда тұр. Өткенде мысалы анау Әлібек Серғазы бауырымыз жылауға жақындап, жаңа 13 мектепте қазақ мектебіне баратын бала жоқ деп шырылдап жатыр. Міне тіпті өзіміздің мына Бурабайдағы орман шаруашылығы, экология, туризм колледжінде қазақ тобына баратын бала жоқ. Бәрі орыс тобына барып жатыр екен. Ең бірінші біз осы облыстық тіл басқармасы деген кезінде Қосман ағамыз басқарған керемет үлкен басқарма болды. Ол тіл басқармасын сол кездегі облыс әкімі Мәлік Мырзалин мен қазіргі мәжілістің депутаты Айна Мүсірәлимен орынбасар болып тұрған кезде осы тіл басқармасын жауып тастаған. Қазір оны бір бөлім қылды, ішкі саясаттың жаңағы ішіндегі анаға мынаған шапан жабатын, алғыс хат тарататын бөлімге айналдырып қойды.
Ал нақты көшедегі жазуларменен әртүрлі жаңағы қоғам арасында болып жатқан кикілжіңдерді реттеп, мемлекеттік органдарды қадағалауда ұстап, бұрын Қосекеңдер аудандарға барып тексеріс ұйымдастырып, соның нәтижесінде аудан әкімдеріне кәдімгідей жаңағы заңды түрде прокуратурамен бірігіп жаза беретін. Қазір оның бәрі қалды. Сондықтан да бұл жұмысты қайтадан әкелу керек. Себебі мынау солтүстік Қазақстан мен дәл осы Көкшетау жағында, Ақмола облысында тіл басқармасын қайта құрмаса болмайды. Жарайды, ол мүмкін Қызылордада болмай-ақ қойсын, Шымкентте болмай-ақ қойсын, тіпті Атырау мен батыста болмай-ақ қойсын, ол жақта да қазақи азамат. Бірақ батыстың өзінде де мына Орал облыстары Ресеймен шекаралас, және осы біздің солтүстік облыстарда тіл басқармасын керісінше құрып жандандыру керек. Сонда ғана біз кішкене идеологияда алға жылжи бастаймыз. Екіншіден, халықтың санына келетін, бір көп Астанаға көшіп кетіп қалған, қазір өзге ұлт өкілдері көбірек жайланған ел екен. Мен енді үш-төрт кеткеніме 10 жыл болды, келгеннен кейін бергі байқағаным. Сондықтан бұл жаққа да жаңа миграцияны қайтадан ұйымдастырып, біздің мынау қазақ тілді азаматтар жинау мәселесін тез арада қолға алу керек. Бұл жерде жаңағы тек қана қазақ жиналып алып, біз басқа ұлттың бәрін қуып жіберу керек деген мәселе туындамайды. Бірақ біз осы облыста қазақтың үлесін көбейтуіміз керек. Балабақшалар санын, мектеп санын көбейтуіміз керек. Сонда ғана біз болашақта кешегі ағандар жырлаған, кешегі Кәрім Ильясовтар айтып жүрген 80 көлімізді сақтап қаламыз. Көкшенің ең бір керемет жер жәннаты деп жүрген табиғатымызды сақтаймыз, еліміз бен жерімізді сақтаймыз. Бұлай бола беретін болса, ертең біз мәңгүрттің мемлекетіне айналып қаламыз. Сондықтан бұл жерде бізде идеология саласы нақты жұмыс жасап жатыр, мен айта алмаймын.